Сәлем достар. Мен бүгін түскі асқа винегрет салатын дайындайын деп жатырмын. Оған керекті заттарымды алдын ала осылай дайындап қойдым. Бізге керегі картоп, қызылша, морков, тұздалған қияр және сұйық май. Осылай отқа қойып қойдым. Газ қайнағаннан кейін астын басып қоямын. Ал енді көкөністерімді үстіп қайнатып дайындап алдым. Қазір бәрін аршып, турайтын болам. Ал енді көкөністеріміз қайнатып дайын болды. Енді осылай тураймыз, төрт бұрыштап. Ал енді картопымды турап алдым. Енді қызылшамызды тураймыз. Мұнда майдалап, төрт бұрыштап турау керек. Енді көкөністерімді турап болдым, және тұздалған қиярды турадым. Енді бәрін қосып араластырамыз. Және мына жерде оливковое масло. Сұйық майымызды қойып араластырамыз. Осындай винегрет салатым дайын болды. Бізге ас болсын.